Нұрхан Әлиұлы, жалпы біздің елімізде соңғы бірнеше ондаған жылдары осы жемқорлықпен күрес жұмыстары жүріп жатыр. Енді мәселен Сарыарқа адалдық алаңы деген арнайы осындай бір жоба бар. Сосын жемқорлықпен күрестің жол картасы да қабылданған болатын. Енді осынау істерді көре отырып, жемқорлық қылмыстарын көрінісін, дәлелді дәйекті айғақтарын да көре отырып, осынау бағдарламалар тиімсіз ба? Бұл бағдарламалардың пайдасы жоғау деген де ой түйеміз. Осы бағытта сіздің пікіріңіз қандай? Қай жерден артық қалып, қайымдай келеңсіздікке жол беріп жатырмыз? Бағдарлама тұрғысынан. Бағдарлама өте жақсы. Мысалы, біз конституциямызды Франциядан көшіріп алдық десек те болады. Мысалы, зейнетақы қорын жасақтауды біз Чилиден көшіріп алдық. Сол сияқты бұндай жемқорлықпен күрес бағдарламаларында басқа елдегі ұтымды бағдарламалардан алдық қой. Яғни жылдар бойы тәжірибесімен бұл нақтыланған бағдарламалар. Нақтыланған бағдарламалар, бұл негізі бағдарлама жақсы, бірақ бағдарламаны кім атқарып отыр сол. Бізде кейде өз деңгейінде жасалмай жатқаны болмаса, бірақ жоққа да шығара алмаймыз. Мысалы, осы жол картасының арқасында, тексерудің арқасында, мысалы, Қарағандыдағы негізсіз электр бағасын көтеру, мысалы, Балқаштағы су құбырының, мысалы, негізсіз көп ақша талап етіп отырғаны, мысалы, Атыраудағы ауыз су бағасының бірнеше ауданда 3 есеге дейін, мысалы, төмендетілгені осы картаның, осы жобаның аясында, мысалы, жасалғаны білеміз. Сондықтан бұл мүлдем жұмыс істемеді деп. Нақты заңсыздықтар әшкереленіп жатыр. Әшкереленіп жатыр, бірақ бұл мардымсыз. Бүкіл Қазақстанның қоғамындағы жемқорлықты түп тамырымен жоюға шамасы келмей жатыр. Өз деңгейінде жұмыс істей алмай отыр деп айтып отырмыз, әйтпесе жобаның өзі жақсы, бағдарламаның өзі жақсы. Тек атқару тетіктері кішкене әлсіреп тұр. Нұрхан мырза, енді осы жерде әрекет қалай болу керек? Бізде бар ғой, әрекет еткенге берекет болады дейді. Біздің енді жемқорлықпен күресуде сондай бір нәтижесі болып жатқан, енді тамыр тереңде дедік, отарлауға да байланысты. Енді әрбір себеп салдар бар. Бірақ дегенмен, бүгінгі сұраныс, бүгінгі әрекет қалай болу керек? Бізде енді ащы болса да кейде күліп тұрып жылайтын. Мынау сахнада жайдарман ойнап жүрген балалардың айтқаны бар еді ғой. Қазақстанда бір ағамыз пара беріп, ұсталып, пара беріп, босқа шығып кетіпті деп. Сол сияқты кейде осы саланы істеп отырған адамдардың өзі кейде мүмкін бармақ басты көз қыстыға барып қалама дейсің, әйтпесе осы жобамен, осы бағдарламамен жұмыс істейтін болса, әлде біраз заңсыздықтарды әшкерелеп, көп жетістікке жетуге болар еді. Енді бұндай олқылықтардың орнын толтыру үшін, бұндай күрестерді өз деңгейінде жүргізіп нәтижесін көрсету үшін елін сүйетін, жерін сүйетін адамдардың сол бағдарламамен шұғылданғаны, айналысқаны дұрыс шығар деп өзім ойлаймын. Елге жан ашитын адамдар болса, әрине бірінші қалтасын ойламайды, елін ойлайды ғой. Бірақ енді тағы да гуманизмге кетеміз. Бірақ енді ол үшін де мына жақта басқа материалдық жағдайлары қанағаттанып отыру керек қой. Мысалы, көріп отырмыз, соңғы уақытта мұғалімдердің айлығын көтергеннің арқасында білім саласында біршама азайды деп айтуға болады. Жемқорлық. Мысалы, полиция қызметкерлерінің айлығын көтеруінің арқасында біршама жемқорлық азайды деп айтуға болады. Енді түбегейлі жоғалып кетті деп айтпаймыз, бірақ біршама азайды деп айтуға болады. Онда бір жақсы жағынан қарауға болады. Мысалы, менің ойымша, мысалы, қазір әкімшілікте істейтін немесе шенеуніктердің не жалақысын көтеріп басқа ақшаға мұқтаж қылмайтындай қылып қою керек та, не өзінің қоғамнан орын тапқан бір кәсіпкерлер, белгілі бір дәрежеде қаражат тауып отырған адамдарға тапсырмаса, кейде адал адамдардың өзін мына жүйе жұтып қояды. Себебі, мысалы, мен өзім атын айтпай қояйын, танимын, Теміртауда бір бөлімді басқарып отырған бір адал жігіт бар. Айлығы 180 мың теңге. Бала шағасымен үйіне толық қамтамасыз етуге ол айлығы жетпейді. Әйелі де құрбыларына қарайды. Ол да үстіне құндыздың терісінен тігілген тон кигісі келеді. Алтынмен апталып, күміспен қапталғысы келеді. Сөйтіп күйеуінің күнде құлағының мазасын алып үйінде болатын әңгімесі бар екен, естуімше. Сондықтан ол жігітте екі амал бар. Не айлығы көп, басқа жұмысқа кетіп, мемлекеттік қызмет тастау, не пара алып, қылмыскер атану. Кейде осындай жағдайда болып жатады. Адал жігіттерімізді осы жүйеміз жұтып алып жатады. Мысалы айтамыз ғой, мынау мемлекеттік қызметкерлердің арасындағы сыбайлас жемқорлық туралы айтатын болсақ та, олардың шешуін жаңа екі ақ жолы бар.
қаншама ол жерде адал жігіттер бар, адал қыздар бар. Бірақ олардың осы жемқорлыққа бармауына менің ойымша осы екі жолды ұстану керек. Не қалтасы қалың ақшаны ойламайтын азаматтарды алып келу керек те, не жалақысын көтеру керек. Әйтпесе бәрібір азғантай айлықпен мемлекеттік қызметте жақсы мамандарды ұстап отыру қазір қиыннан қиыны. Өзім жаңа өзіңіз таныстырғандай Теміртау қаласындағы конфессияаралық мәселелерді зерттеу және соны сараптау орталығының директорымын осы маусым айынан бастап. Осы бір жылда 4 директор ауысқан ол жерде. Сол 4 директормен бірге қанша мамандар ауысты, өткен айлығы 88 мың теңге ғана. Ал дін деген қазіргі қоғамда қайнап тұрған өте қиын, өте маңызды сала. Сондай қиын психикасына салмақ түсетін жерде 88 мың теңгеге айлыққа істеу ол ішіне керек өте қиын. Өйткені оның отбасын асырау керек. Сондықтан енді қазір шамамыздың келгенше айлығын кемінде 150-160-ға көтеріп, жоғары айлығын 250 соған дейін апару арқылы бір белгілі бір дәрежеде мамандарды ұстап отырмыз мысалы. Сол сияқты менің айтқым келіп отырғаны не айлықты көтеру керек, не басқаша жағдай жасау керек. Шындығында сондай жемқорлыққа, парақорлыққа мәжбүрлейді осындай мәселелер. Заңдарды қанша күшейткенімен тұрмыстық, материалдық деңгей бәрібір соған кейде кейбір мамандарды итермелейді.